Сәлеметсіздер бе? Мен Адиева Камшат Қуанғанқызы. Жамбыл облысы Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылының нөмірі 1 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімімін. Құрметті балалар, 4-ші тоқсандағы сабақтарымызды онлайн түрінде жүргіземіз. Қазір бізде дүниетану сабағы. 1, 2, 3. Айналамыз, тып-тыныш, жалқаулықты тастаймыз, сабақты біз бастаймыз. Іске сәт. Сабақ тақырыбына қатысты жұмбақ шешейік. Адассаң ал қолыңа, бағыт сілтер жолыңа. Бұл не? Әрине, бұл тұспағдар. Тұспағдар туралы білетінімізді еске түсіріп алайық. Тұспағдар көкжиек тұстарын анықтауға арналған құрал. Ол дөңгелек сағат тәрізді. Оның ішінде жылжымалы тілі бар. Тілдің бір ұшы қызыл, бір ұшы көк. Балалар, енді мына суретке назар аударыңдар. Бұл сурет сендерге таныс па? Нені көрдіңдер? Әрине, бұл көкжиек. Жай көзбен қарағанда, көз жеткен жерге дейінгі кеңістікті көкжиек деп атайды. Ал мына суретте не байқадыңдар? Көкжиек сызығын. Аспан мен жердің астасқан жерінен ойша сызық жүргізсек, оны көкжиек сызығы дейміз. Көкжиектің негізгі 4 тұсын біз бұрыннан білеміз, балалар. Олар солтүстік, оңтүстік, шығыс, батыс. Көкжиектің негізгі тұстарының арасында аралық тұстар болады. Мысалы, солтүстік пен шығыстың арасында аралық тұсты біз солтүстік шығыс дейміз. Оңтүстік шығыс, оңтүстік батыс, солтүстік батыс. Өздерің байқағандай, осы тұстарды бірінші бас әріппен белгілейді. Ендеше бүгінгі сабақтың тақырыбымен таныс болыңдар. Сабағымыздың тақырыбы жергілікті жерді бағдарлау. Бүгінгі жүзеге асыратын оқу мақсатымыз. Бүгін сендер тұспағдар құралы мен және жергілікті белгілерге қарап, тұстарды анықтауды үйренесіңдер. Бағдарлау дегеніміз, бұл жергілікті жердің көкжиек тұстарын анықтау болып табылады. Тұспағдарды қолдану тәртібімен танысып алайық. Тұспағдарды пайдаланарда, оны тегіс жерге қоямыз. Оның тежегішін ағытып, тілі тоқтағанша күтеміз. Көк тілі С әріпін солтүстікті, қызыл тілі О, оңтүстік әрпін көрсеткенше қорабын бұрамыз. Енді бағытты оңай анықтауға болады. Жұмыс аяқталғанда тұспағдардың тежегішін қайта қосамыз. Енді сендер назарларыңа көкжиек тұстарын анықтау үшін тұстарын анықтауға арналған видеоны ұсынамын. Көкжиек тұстары тал түсте сағат 12-де көлеңкеге қарап анықтауға болады. Ол үшін арқанды күнге беріп тұру керек. Сенің көлеңкең түсіп тұрған алдыңғы жағы солтүстікті көрсетеді. Арқа жағың оңтүстік. Оң қолың тұрған жақ шығыс, сол қол жағың батыс болады. Сонда алма бағы қай тұста орналасқан? Батыста. Көлеңкеге қарап алма бақтың мына тұста екенін анықтауымызға болады. Сонымен батыс жаққа жол тартайық. Дүние тұстарын ажыратудың жолы көп. Мысалы, мына алма ағашына қараш. Ағаштың солтүстік жағының бұтақтары қысқа әрі сирек, ал оңтүстік жағының бұтақтары ұзын әрі жайқалып тұр. Жемісі де көп. Балалар, сіздерге түсінікті болды ма? Көкжиек тұстары. Балалар, орнымыздан тұрып, бір сергіп алайық.
Оңтүстікке 2 қадам, солтүстікке 2 қадам, шығысыма қол соғамын, батысыма бас бұрамын. Жарайсыңдар, орнымызға жайғасып отырайық. Көкжиек тұстарын тұспағдардан басқа жергілікті жерді белгілерге қарап та бағдарлауға болады екен. Мысалы, құмырсқаның илеуі. Құмырсқалар өз илеуін ағаштың, түбірдің немесе бұтаның оңтүстік жағына салады. Илеудің оңтүстік жағы түйетайлы, көлбеу, солтүстік бетке одан гөрі биіктеу, яғни қиялау келеді. Білгенге маржан. Құмырсқа илеуі буын ауруына шалдыққандарға бірден бір ем. Ол буында жиналған сары суды сорып алады. Қыста үсік шалған адамның аяқ қолын илеумен ысқыласа, онда екінші рет үсімейтіндей төзімділік пайда болады. Мүк қына ағаш діңінің тау-тастардың солтүстік жағында өседі. Себебі ағаштың солтүстігі салқын әрі ылғалды. Балалар, сонымен қатар бейтаныс жерде қайың ағашы кездессе, оның діңіне қарап та көкжиек тұстарын ажыратуға болады. Қайың ағашының оңтүстік жағындағы діңінің түсі ақ әрі таза, яғни қара қабыршақтары болмайды. Есіңде болсын, көктемде сайдың оңтүстік бетіндегі қар тез ериді. Сонда оң жақтағы суреттегі сайдың қар жамылып жатқан беті солтүстік, ал қар еріп, топырағы көрініп жатқан жағы оңтүстік болғаны. Сондай-ақ саңырауқұлақтар ағаш діңінің солтүстік жағында өседі. Балалар, сендер кесілген ағаш түбірін көрген боларсыңдар. Сол кесілген ағаш түбірінің жылдық шеңберлерінің арасы бір-бірінен алшақтау орналасқан жағы оңтүстік. Жылдық шеңберлерді сақина деп те атайды. Жылы жаққа ұшатын құстар көктемде солтүстікке, ал күзде оңтүстікке ұшады. Түнде аспандағы жұлдыздарға қарап та көкжиек тұстарын анықтауға болады. Мысалы, темірқазық жұлдызына. Қазақта бұл жұлдыздарды жеті қарақшық деп те атайды. Жеті қарақшы аспанның солтүстік жарты шарындағы шоқ жұлдыз. Қымбатты балалар, енді бағанадан бері алған білімімізді қолданып көрейік. Сұрақтарға жауап бер. Балалар өз ауылдарынан шығысқа қарай орналасқан орманға жидек теруге барады. Олар кері қандай бағытпен қайтады? Жақсылап ойланайық. Әрине, олар кері батыс бағытпен қайтады. Егер үйден солтүстік бағытқа қарай жүрсеңдер, онда үйге қайтып қандай бағытпен ораласыңдар? Дұрыс айтасыңдар, оңтүстік бағытпен ораламыз. Енді сендерден графикалық диктант алғым келіп тұр. Бір қадам, бір торша. Ол үшін торкөз парағын дайындап алайық. Торкөздің қиылысқан жерінен бастапқы нүктені белгілейміз. Қолымызға қаламды алып, бастапқы нүктеден батысқа қарай 3 қадам сызық жүргіземіз. Оңтүстікке 2 қадам. Шығысқа қарай 3 қадам сызамыз. Қайтып оңтүстікке 3 қадам сызыңдар. Және батысқа 3 қадам жүріңдер. Не шықты? 5 саны шықты ма? Жарайсыңдар. Кімде 5 саны шықса, ол көкжиек тұстарын жақсы білетіндігін дәлелдей білді деген сөз. Оқы, жаз және дұрыс пайымдарды жасыл түсті, бұрыстарды қызыл түсті бояумен астын сызып қой. Немесе бұл тапсырманы ауызшада орындауға болады. Ал кеттік. Батыл азамат жол айрықта тұр. Қайда жол тартатынын әлі білмей тұр. Жол ортасында қара тас жатыр. Ол тасқа қараса, оңтүстік жағында қына тұр, жабыса. Алаңқайда тас қасында емендер сыбдырлайды. Жолаушыларға олар былай деп сыбырлайды. Балалар,
Бұтақтарымыз сендерге жол сілтейді. Қорықпаңдар, алаңсыз ойнаңдар. Оңтүстікте көп бұтақты сәндіміз. Солай қарай жүріңдер. Адаспаңдар, күліңдер. Енді жұмысымызды бірге тексерейік. Өлеңдегі дұрыс пайым оңтүстікте көп бұтақты сәндіміз. Дұрыс емесі оңтүстік жағында қына-тұр жабыса екен. Енді сендерден білес сауалнама алынамақпын. Әр жауаптан кейін дұрыс болса қосу, қате болса азайту белгісін қой. Көкжиек дегеніміз айналамызда көрінетін жер. Бағдарлау үшін көкжиектің негізгі 5 тұсы қолданылады. Тұспағдар көкжиек тұстарын анықтауға арналған құрал. Тұспағдардың көк тұсы оңтүстікті көрсетеді. Тұспағдар адаспау үшін қажет. Құмырсқа илеуінің солтүстік беті аласа, жатық болады. Күн тал түсте солтүстікте болады. Күн әр қашан шығыстан атады. Жеті қарақшы аспанның солтүстік жарты шарында орналасқан. Көктемде сайдың сол жақ беткейі тез еріп кетеді. Енді тексерейік. Тексеріп болсақ, сабақтағы іс-әрекетке кері байланыс берейік. Ол үшін дәптеріңе табыс сатысын бейнеле. Егер бүгінгі сабақ түсінікті болса, табыс сатысының ең жоғарғы 3-ші баспалдағына қанатша белгісін қой. Егер сабақта сұрақтар туындаса, онда табыс сатысының 2-ші баспалдағысына қанатша белгісін қоярсың. Ал сабақ мүлде түсініксіз болса, онда табыс сатысының ең төменгі баспалдағына қанатша белгісін қойып, оны суретке түсіріп, маған WhatsApp-қа жібер. Үй тапсырмасы. Үйден оқулықтың 76-78 бетін жақсылап оқисың. Және әрқайсың үйлерінің жан-жағында орналасқан ғимарат, дүкен болса, соларды анықтап жазасың. Және тақырып бойынша ауызша бір сұрақ дайындарсың. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау